Қазақтар бірден екіні жақсы көреді, қызық халықпыз. Көп көрім бір астанамыз бар еді, Алматы деген. Көшіп кеттік. Сөйтімен астанамыз екеу болды. Бүкіл Шенді-Шекпенді күнде 10 бәлен рейс бар Алматы Астана ортасында. Екі жақта шапқылап өмір сүреміз. Бір президентіміз бар еді, сонымен екеу болды. Қазір бір президент, бір елбасы бар. Елдің бір президенті бар, біздің президентіміздің президенті бар. Барлық нәрсе екеу болады. Өз бір қатыны бар қазақ, тоқал алсам деп армандамайтын жоқ өз. 90-ға кеп тоңқылдап отырған шалдан сұрасаң да бәйбішесі шет бұрыла бергенде тоқал алғыңыз бар ма десең басын изейді. Сөйлеуге шамасы келмесе де. Өз бірден екіні жоқсы көретін қалыппыз. Енді міне коронавирус болып еді. Оған ат қойып қойдық, өкпе қап. Сөйтіп бүкіл дүниені шошытып жүрдік. Ана ата жау Қытай жерден жеті қоян тапқандай болып, өлген жеті әкестірілгендей болып, Қазақстанда коронавирустан да сұмдық ауру тарады, өкпе қабыну белгісіз, қазақ өкпесі деп ат қойып қойды. Қазақ өкпе деген термин жасалып кетті міне. Қытайша хафиян деді. Сөйтіп бүкіл жер шарын бір шулатып атағымыз шығып кетті. Соны бірді жақсы көрмейді де, қазақтар үнемі екіні жақсы көреді өзі. Үнемі екіні жақсы көріп, бірдеңенің қасына қосарлап қойғанды жақсы көреді. Сөйтіп ел бүкіл жер жүзі коронавирус дейді, COVID-19 дейді, біз өкпе қабыну деп қойдық. Белгісіз өкпе қабыну, және қос бағыттағы өкпе қабыну деп қойдық енді. Сол қызық қалықпыз өзі жалпы. Жалпы өзі сөйтеміз өзі. Бір құдай жаңа қарбалас болып жетіспейді деп оған аруақты қосып қойдық енді. Құдай үлгірмей қалса, естімей қалса деп алаңдадым әйтеу. Біздегі аруақшыл дейтін бір қауым бар ғой. Оның ішінде тәңіршілдер бар ма әйтеу солай. Әйтеу бірдеңенің қасына бірдеңені қосарлап тығып, тықпалап қоямыз да. Сонда мен ойлаймын өзі, қазақ қызықпыз. Әңгіме неден шықты? Көп адам айтады, Секе сен жуасып кеттің, баяғыда тентек едің, ақындарға тиістің, тышқан ақын, жазушыларға тиістің, сасық күзен жазушы деп. Ақындарға, жазушыларға тиісіп, одан молдаларға, діндарларға тиістің, одан интеллигент зиялыға тиістің, түк қоймай бәрін қырып жойып едің, соңғы кезде жуасып қапсың дейді. Жоқ, мен жынды емеспін. Осы баяғыда мен ауырып жатқан Дәулетжан Шаймұран ағам бар ғой қазір, бүгін жақсы екен өзі. Сол кісі осы мен лекция сөйлейтін кезде айтады, тиіспеш ешкімге, Секебай тиіспеш, ешкімге тиіспей сөйлеші Секебай дейді. Сол мына Құлгермел емес, менің жерлесім, ағам бар, туысым өзі. Сол Құлгермеліміз аға екеуміз өзіміз бір жердің қазағымыз. Жаңағы Жоңғар ойпатының, Жоңғардың ордасы тігілген жерден келдік біз. Сол ағамды айтады, Секе ешкімге тиіспеш, діндарларға тиіспеш, олар дұға қылып жатыр дейді. Қалай дұға қылып жатыр? Жасырын дұға. Неге ашық дұға қылмайды олар сонда? Құдайдан қорқа ма, Құдайдан қорқа ма? Деймін де. Олардың жанын Қытай ала ма, Құдай ала ма? Енді олар жасырын дұға қылып жатыр деп ағам сонда маған тиіспеші дейді. Ол кісі бейбітшілікшіл адам ғой. Осы сен Қабанбай бабаның қанды найзасын алып тұра ұмтылады екенсің, соныңды қойшы деп тұрып, осы маған көзіне жас алып тұрып, екі қолын ұстап тұрып айтты, тиіспеші Секе, тиіспеші кімге деп. Сол ағаларым сөйтетін. Баяғыда басқа ағаларымыз да болатын, тиіспе деп. Енді ойла. Мен бір жаңағы бұзақы тентек емеспін, біз енді қартайды қай қойладық дейтін Абайдың жасынан өткен адамыз. Елдер пайғамбар жасы дейді. Пайғамбар жасы деген жас бар. Мен ол да жалғыз болып қалмасын деп, мен Абай жасы деген жасты қосып қойдым. Абай қартайды қай қойладық ұйқы сергет дегенде 44 жаста болатын. Ендеше сол 44-тен өткендер айтсын өзін, мен Абай жасынан өттім деп. Өзі бірдеңкені қосарламаса ауыратын қазақпыз. Соны мен айтайын дегенім, неге тиістің дейді ғой адамдар. Соны мен жаңағы кісілерге айтамын. Дәулетжан ағам бар, Дәулетжан Шаймұран, Құлгермел емес ағам бар, Шаяхмет Қали ағам бар, баяғыда осы маған ең көп ақыл айтатын осы, тиіспе деп. Соны қалған бауырларымыз да бар, Секе ешкімге тиіспе осы, тек Қытайда қазақ тақырыбын көтерші дейді. Мен айтам, сонда не, үндемей, тыныш отыр, Фейсбукте жаза берейін ба? Телеканал көтермейді, ұлттық арна шақырсаң келмейді. Қазақстанға танымал кейін барып білдік қой әртіс екендерін. Ол кезде оның әртіс екенін білмеймін. Сол қалың саясатшыға барамыз, саунаға шақырамыз, ресторанға қонақ қыламыз, жай бармайсыз, подарка сыйлық алып барамыз, көтер дейміз, жалынамыз. Ол кезде біз өзімізге сенбейміз. Аналар енді ауыз дуалы әулие, түйе мінген Құдайға бір табан жақын дейді ғой.
Сол сияқты енді бізге қарағанда түйе мінген ғой деп, әгілер ана жаққа жеткізсеңші демек, ана жаққа. Әгілерге барамыз. Сөйсек олар жоламайды. Соны қайтесің? Ешкім жоламайды. Ақынға барды қайсың, ақын соңай бір жасшы, бір өлтіреп, бір елге тарайтын деп жаспайды. Ақынға барамыз бүйтіп, домбырашыларға. Бірдеңе шығаршы, мына елге тарасыншы, мына қалың қазақ Қытайда қынадай қырылып жатыр. Ол нағыз жер жанат Жетісудың ең шұрайлы жері, Алтын Алтайдың ең асыл бөлігі, Майлы жайыр Тарбағатайдың ең керемет алтынға бергісіз жері. Кезінде Асанқайыр бабам аттың сауырына шисе көтеріп алып кететін едім деп, содан сауыр атанған жерлер солар. Сол ең керемет жер. Баяғыда Жоңғар мен Қазақ жаңағы 3 ғасыр соғысқанда ол ана мына жерге таласып соғысқан жоқ. Сол Шығыс Түркістанға таласып соғысты. Сол Шығыс Түркістанды қазақтарды қынадай қырып, 3 қазақтың екеуін қырып, сол Шығыс Түркістанда менің туған жерімде Жоңғар хандығы өзінің ордасын құрды. Соған ол Жоңғар ойпаты деп аталды. Сол жерде Қабанбай бабамыздың ізі қалды. Қабанбай шоқысы сол жерде. Сол жерде Қабанбай бабамның ботасы қалды. Бота қалған деген сай. Сол жер. Ал соны көтер дейміз ғой, жаз дейміз. Жоқ, көтермейді. Молдаға барамыз. Бекзат Мақсұтхан бар, мен бар. Молдакен жоқ дейді. Енді не істейміз? Журналистерге барамыз. Ақша бердік қой, ақша беріп жаздық. Бір мақаласын 15 мың, 20 мың теңгеден бердік. Бәрінде дәлелім, фактым бар. Төлеген ақшам, квитанция шегі, қолына берсем аудио записіме дейін бар. Тұр менде. Бір мақала жазған үшін бердім. Алдында 50 мың конференция өткізіп берші мә. 100 мың теңге қолын ұстаттық. О кезде бізді ешкім танымайды, білмейді. Және біздің назарымызда оларды әулие көріп жүрдік. Солар айтса, солар сүф десе жазылатын құсап, соларды жаңағы алдыға салып жұмыс істегіміз келді. Жоқ. Содан қайттық. Тиісу басталды. Зиялыңа тиістік, ақыныңа тиістік, жазушыңа тиістік, әншіңе тиістік, молдаңа да тиістік, сектантыңа да тиістік, бәріне тиістік. Ешкім қалмады ғой деймін. Содан жау көбейді. Жау деген көбейді тұрады. Баяғыда менің бір ағам айтып деген, жаңағы ақша жапырақтан көп, қарыз топырақтан көп. Тура сол сияқты жау жапырақтан көп болды. Өсекші топырақтан көп заман болды. Тура сол болды. Енді соның бәрін ел ойлайды. Неге тиістік? Неге құжынап тұрған араның ұясына барып басымды тығып алып отырмын, рақаттанып араны шақтырып? Психологиялық кемістік бе? Жоқ. Сонда мен Дәулетжан Шаймұрат ағама, жаңағы ағаларыма бір жиналыста отырып, шай ішіп отырып бір айтқан сөзім бар. Енді артық келсе айыпқа бұйырмаңыздар, әңгіме болсын айтып отырмын. Аға деймін да. Бұл қазаққа Алла тағы бір пайғамбар жіберген. Пайғамбар жоқ қой. Келмейді пайғамбар. Тумаған пайғамбар кім? Адам ата. Өлмеген пайғамбар кім? Иса. Иисус Христос. Қалған пайғамбарлар туралы бәріміз білеміз. Соңғы пайғамбар кім? Біздің пайғамбарымыз Мұхаммед. Бұл қазаққа Құдай тағала тағы бір пайғамбар жіберді. Немесе бір пайғамбарды тірілтіп қайта жіберді. Немесе сол Исаны көктен түсіріп қазақша сөйлетіп. Тірі пайғамбарды. Өлмеген ғой. Қазақтар, келіңдер! Осы менің бір ауыз сөзімді естіп қалғаның, немесе менің көріп қалғаның, қолымды алып қалғаның жәннатқа кіресің десе, қазақ жиналмайды дейді. Ай кісілер таңырқайды. Неге дейді? Бұл қазаққа мында дау бар екен. Мында өсек бар екен, мында айқай шу бар екен, мында қырғын бар екен десе, қазақ өз бірдеңеден құрғап қалмайын деп жанталасып тура осы ұмтылып келеді дедім. Қазаққа бір нәрсені ұқтыру үшін міндетті түрде дау болуы керек дедім. Дау, сын, ашты сын. Қазақ өз соны ұнатады ғой. Қазақ соны ұнатады. Екі ақынды қойып, рахаттанып, қыбығанып, айызғанып, рахаттанып, қолы жетпей тұрған жерін қышуған қандай болып, екі ақынды бітеп тұрып тыңдайды. Неге? Қазақ қайтеді, екі қайуанды жарыстырады, атты жарыстырады. Бала күнде қайтеді, екі қошқарды, екі серкені сүзістіреді. Міне, біз сондаймыз. Сондықтан жаңағы үнсіз тілі шықпай қойған
көзі бар болғанмен көзін соқыр көрсеткен, естіп тұрып құлағын басып алған, солардың барлығына тебу керек болды, тиісу керек болды, шұқу керек болды, намысын ояту керек болды. Сөйтіп тиістік. Бір жердің конференция өткізбей қойды, қалың жаңағы тайпашыл, жершілдікпен ауыратын, тайпашылдығы мен жершілдігі рәттің 3-ші басқышынан өтіп кеткен, емде өнім бермей өліп кететін сол тайпашылдардың жеріне тиістік, ақындарына тиістік. Қырылып қала жаздады. Ана жақта Қытай қынадай қырып, жігіттің еркегін соттап жатқанда оянбаған намысы барлар сол кезде оянып кетті. Неге? Тайпашыл, рушыл, әтей. Сөйтіп, бұл мәселені, ойбай, ана жақта Қытайда қазақтарды қынадай қырып жатыр екен десең, елемейді. Не бар? Елім заман болсын, біз Қытайдың ішкісі деп мыңқиып отырған мыңқибайлардың бәрінің тура өткір семсердей тілмен қарындарына, боқ қарындарына найзаны семсер тығып алған кезде бәрі ойбай, мына оңбағанды қара деп, содан әлеуметтік желі шу-шұрқан болып, жазбай, телевизорың айтпайтын, көрсетпейтін, радионың жазбайтын, газет, веб-сайтың, блогерлерің, фейсбукті де көтермейтін, бейне Қытай деген ел жоқ, ондай көршіміз жоқ, біз жалғыз өзіміз жасап жатқандай болып, міне соның бәрі ең соңында қайтты, Қытайдағы қазақ тақырыбын көтерді. Оны көтеру үшін қайтты, Серікжан жамандайды. Мысалы, мына Әсия Сеткина дейтін бір қарындасымыз бар. Сол Әсия Сеткина мені білмейді екен, оллахи беллахи. Енді біз жазушы болмадық, журналист болмадық, олар өз әлем, біз өз әлем. Сөйсе күні түні мына Серіккерей мені 24 сағат жамандайды екен де. Сол Серіккереймен дос екен. Сол Серіккерей неменеге жамандай береді деп барып, мындай жігіт бар екен ғой деп, мындай оқиға бар екен ғой деп мені білді. Сондықтан бізге өзімізде енді бізде 10 миллион доллар жоқ қой телеканал құрып алатын. Бізде бүкіл журналистерге ақша төлейтін мүмкіндік жоқ, кедейміз. Халықтан жиямыз ақшаны ол кезде. Сондықтан тек осы дау-дамай арқылы, у-шу арқылы, шу-шұрқанын шығарып, сөйтіп қана осы тақырыпты Қазақстан қоғамына танымал қылдық. Оның технологиясы, тактикасы осы. Ал енді соңғы кезде неге тиіспей жүрмін? Ақыл кірді ма? Ақыл бар, баяғыдан бар. Атам марқұм айтатын, мен ұлым деген ақылды, ана құлағынан ағып кетейін деп тұр ақылы дейтін. Мен деген бетіп кететін балағымда. Басын көтере алмай қалады. Ақыл деген өте. Ана қазандай басының бәрі ақыл деп атам айтатын. Мен шынында да сонда ақылым құлағымнан ағып келіп тұр екен деп ойлайтынмын. Сөйтсем атаммен сөйтіп мақтап барып өзінің сөзіне көндіреді екен ғой. Былай қарсы келсе көнбейміз. Сол енді неге тиіспейміз? Мәселе шешілді ғой. Қытай көрдің аузында жанталасып тұр. Әлем ақпаратына жеткізді. Шығыс Түркістан бүкіл ұйғырдың жері екен деп ойлайтындарға ол жерде 3 миллион қазақ барын, бүкіл Еренқабырға, Тәңіртауының Алтай тауына дейін арасы, Майлыжайыр, Тарбағатай тауының арасы, Үштау, Екіойпаттың арасы қазақтың жері екендігін, бүкіл Шығыс Түркістандағы 3 миллионда 5 миллион қазақтың тарихын, оны бүкіл әлемдік деңгейге жеткізді. Америкадағы жаңағы Шығыс Түркістан адамдық құқық заңында қазақ пенен қырғыздың атын кіргіздік. Себебі ол жерде Қызылсу қырғыз автономиялы облысы бар. Ол жерде деген олардың Ұлықжат, қазақша айтқанда Ұлысай, Ұлықжат деген ауданы бар, Ақши деген ауданы бар, жаңағы Асу деген қаласы бар, Артыш қаласы дейді. Ол керемет жайлаулары бар, Тәжіктің жері бар, Тәжікстанға тиісетін жерінде, тәжіктердің жерінде болдым 2000 жылы. Таулары қалай керемет, қырғыздың жайлаулары да керемет. Ол енді жер жәннат жетісудің ең шұрайлы жері со жақта қалды ғой. Алтайдың ең керемет жері сонда. Ағажай Алтайдай жер қайдай деген әнді бүгін таңертеңнің өзінде тыңдап, көзіме жас келіп, бір көзім жасын сығып алдым. Отанбек Еңсақанұлы деген ағам бар менімен жаңағы бір жерден келді. Отанбек Еңсақан екеуміз сол Жұңғардан келдік, бір жерден. Ағажай Алтайдай жер қайдай деген әнді еститін болсаң, еңірейсің, жылайсың, ондай ән табылмайды жаңағы. Оны біз енді осы клибімізге қосып шығарамыз, жариялаймыз оны. Ол деген енді керемет ән. Ал соның барлығы неге? Айттық. Соның бәрін халық білсін дедік.
халық білсін дедік. Халық сол жерде қазақтың жері екенін білсін дедік. Енді оны қазағың емес, бүкіл әлем білді. Америкаң білді, заң қабылданды. Қытайды міне бүгін ертең жаһаннам қаттандырайық деп отыр бүкіл адамзат бірігіп. Сондықтан енді енді соған тиісудің де керегі жоқ. Енді жаңағы керегі жоқ. Айтатын қазақ ақпараты толығып болды. Қазақ ақпараты Қытайдағы қазақ мәселесін біліп болды. Бүкіл әлем, бүкіл Еуропа, Америка біліп болды. Сондықтан біз енді ары қарай ақын жазушыларға, жаңағы молдаларға дұға жасадың, жасамадың деп, ақындарға жаздың, жазбадың деп, блогерлерге көтердің, көтермедің деп тиісудің керегі жоқ. Болды. Біз мақсатымызға жеттік. Мақсатымызға жетіп, жаңа телеканалдар, қысқасы телеканал көтерсе де дәл осындай көтере алмас еді. Бүкіл ақының жырағына бүкіл жазушының шығарма жазса да дәл осындай көтермес еді. Сөйтіп қазақы менталитетпенен даудамайдың нәтижесінде бүкіл дүниеге жеткізіп көрсеттік. Сол неке секе соңғы кезде жуасып қалдың ба деген мына бауырларымыздың сұрағына, әй Абдырахман, өйтпе. Тістеме андағыны. Сол міне. Жуасыған жоқпын. Жуасыған жоқпын. Мына қазір мына менің қырықбайымның алды 5-ке келді. Арты 3-ке келді. 5 құда болам деген қазақтар болса хабарласайық енді. Жақсы бір отбасынан өскен, тұқым өскен отбасыдан келін түсірсем деймін. Дайындалайық алда қазақты бір жақсы күндер күтіп келе жатыр. Қытайды тасталқан қып жеңсек, үлкен бір жақсылық келе жатыр. 5 құда болып, жылына бір соғым беріп тұрайын құдаларыма. Ұлы міне ер жетті, 5-ке келді. Сол жақсы күндерде кезігейік. Болашақ құда-құдағилар, барлықтарыңыз аман болыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Үлкеніңізде, кішіңізде, нағашы жиен, таныған, танымаған баршаларыңызға Серікжан Біләшұлынан сәлем. Тактика, соғыстың тактикасы ғой жаңағы. Даудамай тудыру, сол арқылы халықтың назарын аудару, бұл тактика соғыс. Мына Қытайда адам ұрысы өте көп. Бұлар Монғолияға барып қыздарды ұрлап келеді. Қытайдың бандиттері Монғолияға барып кәдімгі. Сосын ары қарай ол қыздар жезөкше қылып пайдаланып, денсаулығы жараса бауыр бүйрегін сатып жібереді. Оны 1001 сапарда көтергем жаңағы. Өзінде де адам ұрысы өте көп. Ана солтүстік Кореямен шектесетін Ямбен кәріс автономиялы облысы деген бар. Сол жақтан кедей кәрістің қыздарын ұрдап алып келді. Мына жаңағы менің туған жерімдегі өңкей ауру сырқау қатын ала алмайтын ақсақ-тоқсақтар сондай кәрістің қыздарын сол ұрдап тонап алып келген қыздарды үйленеді. Сонда ана 5000 километр жерден барып жаңа қыз алып қашып келеді. Кәдімгі. Соны оның аяғын шынжырлап тұрып, ұстап құл сияқты соны жаңағы бала туғызтып, 2-3 бала туғаннан кейін өзі ақ бармайтын болады. Міне бұл Қытайда сұмдық қылмыс. Оны мына Қытай тілінен сауаттылардың бәрі біледі. Жаңағы бүкіл ауыл болып жаңағы қатын ала алмай отырған қырқылжыңдарына сөйтіп сырттан ақшаға сатып алып, немесе тонап алып келген қызды аттап басса бүкіл ауыл болып аңдып ең соңында сол жерде өлетін жетеді. Ондай қазақтың қызы да көп болды. Мысалы, менің қыз алыспайтын бір рудың ішінен меніменен 11-12 атадан жаңа шежіре бойынша 11-12 атадан туысатын менің туысқанымның қызы жоғалып кетті. Өлі-тірісі белгісіз. Аты Жанар. Әдемі. Бет біткеннің әдемісі болатын. Бетіне қарасаң, енді ол қарындасымыз енді өлі-тірісін білмейміз. Сызған сурет далада қалатын. Сондай өзі ақсары қыз. Осы көзі деген жақұттай жалтылдап тұрған сол қызды ұрдап алып кетті. 2000-ші жылы ұрдап алып. Жоқ міне, өлі-тірісі белгісіз. Ал Қытайда сен қазір отырып бір нәрсе жазып қал, қай жерде жазғаныңды біледі. Көшедегі интернеттен отырып бірдеңе жазып қал, айтып қал, компартияға сақ еткізіп табады. Өткенде шетелдің бір журналистінің телефон ұрдалып еді, 5 сағаттың ішінде тауып берді. Тағы бір Африканың ба бір дипломатының чемоданы ма
барсеткасы ма, кішкентай сомкасы жоғалып еді, 3 сағатта Пекиннің арғы шетінен тауып әкеліп берді. Бірақ Қытайда бала жоғалып кетеді, ол баладар көрмейді. Қыздар жоғалып кетеді, таппайды. Бұл Қытайдағы бизнес. Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитеті менен Қытайдың коммунист бандиттері бірігіп жасап отырған бизнес. Сондықтан ол ешқашан табылмайды. Ол Қытайда деген 100 мыңдаған ұйым құрылды, тіпті қазақтарда мына құрды, мына телеарнада істейтін бір қыздар келіншектер Шыңжаң телеарнасында құрды, таппайды. Сонда бір әңгімені айтайын. Бір қызды кәдімгі мына тілді байлап тастайды екен, тілді ішінен кәдімгі сым темірмен байлап тілді қайырып тастайды екен, сөйлемейді, елдер ол былқау немесе есі дұрыс. Сонда ана тілді байлайды деді ма, жоқ, бір тілді алдымен адамды наркоздайды екен, сосын тілін кәдімгі ана біздегі жабыстырғыш бар ғой, суперглей, сонымен тілді артына қарай қайырып тастайды, анаумен клейлеп жібереді екен. Содан ол дейді екен, оны ел жынды дейді, сөзін ұқтырмаған екен. Сосын қолды артына қарап қайырады екен де, палто жауып, біреу кәдімгідей бүйтіп, жүр, байқа абайла, ауырып қалма деп, бір ауыр науқас адамды жетектегендей, анау дейді екен, осындай ауырып жүреді дейді екен. Енді тілі нетіпті ғой. Сол кезде бір қыз ең соңында құтқарылады. Қалай құтқарылады? Әлгі қыз кетіп бара жатады, қалың Қытайда жаймада, кішкентай сүйретпе арбаларда, бізде де қалада тұр ғой, анандай сөрелерде қалың жемістердің түр-түрін жиып қояды. Тілсіз қатар болып жеміс сататын жерден ана қызды әкетіп бара жатады. Дәл сол кезде ол есін жиып қалады екен. Енді ол үнемі наркоздалып, қаладан қалаға наркоздалып, ауру деп жаңағы жалған құжатпен, өтірік құжатпен нетіп жатады. Ана жерге кіріп алады, ана қыз алады да. Енді сөйлейін десе шамасы жоқ, елдерің былқау дейді. Алады да ананың жемісін бір тебеді, мынаның сөресін қиратады, ананың тасталған, мынаның терезесін тебеді, ананың есігін шағады. Енді қыз күші бар қыз болып тұр ғой, ана бүйтіп қасында әйелдер жүрген ғой. Быт-шытын шығарады. Енді өллахи беллахи жаңағылар, ол Қытайда ол жаңағы, ол әне жерде бір $500 жемісін, ол енді 10 есе $5000 төлемін алмай, ол бәле қорықтай жібермейді. Содан полиция келеді, ана мына қыз деген еңіреп жылап деп аузын неткен. Содан полиция келіп тергеу болады, қылмыстық сот сөйтсе, жаңа қасында сүйеп отырып әкетіп бара жатқан әйел басында ой болды. Қараса оның да шамасы жоқ, ол қашып кетеді. Артынан ұсталады. Сонда ана қыз сөйтіп істі ұлғайтып, дабыралап, сон бүкіл полициясы келіп, басқасы келіп, халық қаумалап ана қызды ұстап алған ғой. Оны ұстап алған кезде, енді кәдімгі қасақана елдің мүлкін бүлдіріп отыр ғой. Жаңа қасындағы қорғаушы қатындар қашып кеткен. Содан ана қыз аман қалады. Сөйтсе тілі клеймен клейленген, наркозда наркоз бүкіл өне бойында күшпен ұрып отырып, есін жиғанда наркозда отырған, сөйтіп жезөкшелікке ма орган сатқанға әкетіп бара жатқан. Өткенде мысалы әлеуметтік желіде дүр болды. 6-7 Қытайдың баласын кәдімгідей мұзбенен өлтіріп әкетіп бара жатқан. Неге? Мына балалардың да бүйрегі жаман туылып жатыр ғой. Аналардың бүйрегін салады екен, мұзға қатырып тұрған. Міне. Сұмдық оқиға болды. Бүкіл ақпаратқа жарияланды. Кәдімгі қағаз жәшіктерге салған. Бүкіл өне бойына мұз қойып қойған. Міне. Сұмдық. Оны тіпті жейтіндері де бар, мысалы. Әлем ақпаратында құпия емес қой, сәбидің етін пісіріп тұрып жейді. Ұзақ жасаймыз дейді, өлмейміз дейді. Бұларда чыса буса деген сөз бар. Не жесең сол қуат болады дейді. Өкпе жесең өкпеңді қуаттандырады. Жаңа бүйрек жесең бүйрегіңді қуаттандырады деп, қойдың қазақтар көп жей бермейді, ол бүйрегі Қытайда қойдың бүйрегі сұмдық қымбат болады. Африкаға барып зеңгілердің жаңағы жепті зеңгілер тұтасымен бәрі жерін жепті, жемейтін жерінде жепті. Қытайлардың еркегі әлсіз болады ғой, сол қара зеңгілер сияқты күшті боламыз деп. Соның бір кен ашып жүрген қытайларды білмейді, ана ауылдан жұмыскерлер келеді, кедей, құжат жоқ, адам жоқ деп. Мында келеді, дөңке қалада қаңғыбастарды жұмыс қылады екен, сөзсіз жоқ, келген адам бар кеткен. Соны аңдысы бәленбай зеңгінің бас сүйегі шыққан ғой. Сөйсе ана еркекті қуатымызды арттырамыз деп зеңгілерді сойып жей берді. Міне ол да шындық, ол да ақпаратқа жаңағы зиялы қауымды біз де сыйлаймыз. Олар мен қазір деп жерде тұрып кешірім сұраймын. Молдекеңдерге тиістік, кешіріңіздер, қарғыстық оқымаңыздар, Құдайдан қорқайық, Қытайдан емес деп тағы да айтып қоямын. Жазушы, зиялы, ақын бәрінен кешірім сұрайын. Болды. Бұғанға дейін айтпадың ба? Болды, айтпай-ақ қой. Айтпай-ақ. Бұғанға дейін дұға жасамай, жасамай-ақ та қой. Болды. Енді сенің айтқаныңда, дұғаң да керек емес. Мәселе шешілгелі жатыр. Жуырда қазаққа үлкен жақсылық болғалы жатыр. Құдай сол күнге жеткізсін. Сол жуасып қалдың ба?
деген сұраққа да жауап, неге бұрын бәріне тиістік деген сұраққа да жауап, енді ешкімге тиіспейді. Сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.